Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің сүйікті торттарымның бірі Whoopie Pie тортының жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте түсінікті, анық қылып түсірдім видеоны, сондықтан соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Тортыңыз дәмді, ойдағыдай шығу үшін әрине бізге сапалы май қажет болады. Мен видеода көрсетілген 82,5 таза майларды қолданамын және де Қазақстан шоколадын қосамын. Алдымен корждарын дайындаймыз. Ол үшін сары май, бөлме температурасындағы және де Қазақстан шоколады қажет. Менде астында суы қайнап жатыр. Соның буына ыдысымды қойып, водяной баняда араластыра отырып ерітемін. Ерігеннен кейін оттан алып суытуға қоямыз. Осы аралықта 4 үлкен жұмыртқаны миксерлеймін шамамен 1-2 минуттай. Кейін қантты 2-ге бөліп салу арқылы тағы да асықпай, осы кезде қантымыз ерігенше 2-3 минуттай миксерлейміз. Қант пен жұмыртқа жақсылап миксерленгеннен кейін үстіне ерітілген шоколадымызды құямыз. Сіздің шоколадыңыз қатты суып қалған немесе қатты ыстық болмауы қажет. Өзіңіз қолыңызды батырып қараған кезде қол күймейтіндей болса, осы қоспамызға құямыз. Миксердің көмегімен барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз. 3-ке бөліп салсаңыз болады. Осы кезде қопсытқыш қосуға ұмытпаңыз. Онымен бірге қосып жібереміз. Осымен біздің корждарымыздың қамыры дайын. Видеода көрсетілгендей қоймалжың болып шығады. Енді осы қамырымызды пергамент қағаздарына орналастырамыз. Ол үшін алдымен бізге пирогқа арналған форма қажет болады. Соның үстіне біздің пергамент қағазымызды қойып, қысып, жан-жағын басып, дөңгелек форма шығарамыз. Осындай дөңгелек форма шығарған өте ыңғайлы, қамырыңыз сыртына шығып кетпей, өте әдемі болып піседі. Мен қамырды көз мөлшермен теңдей 4 бөлікке бөліп құямын. Егер сізге олай ыңғайсыз болса, алдын ала мешокқа немесе 4 кесеге теңдей бөліп алып, сосын барып пергамент қағазына орналастырсаңыз болады. Барлығын біртіндеп біркелкі етіп жағып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа пісіріп аламын. Корждар шамамен 7-8 минут аралығында пісіп шығады. Осы кезде айта кететінім, мен силиконизированный пергамент қағазын қолданамын. Өте ыңғайлы, корждарыңыз еш жабыспай пісіп шығады. Барлығын арнайы сеткада суытып аламыз. Осы аралықта біздің тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін мен петмол немесе свежее завтра сливкиін қолданамын. Майлылығы міндетті түрде 33%-дан жоғары болғаны маңызды. Сливкиіміз міндетті түрде сап-салқын тоңазытқыштан жаңа шыққан болуы қажет. Ал творожный сырымызды 15 минут бұрын тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Осы қоспамызды миксердің баяу жылдамдығымен асықпай миксерлей отырып араластырамыз. Мен кремім шашырамас үшін арнайы ыдысты қолданамын. Қақпағы жабық тұрған өте ыңғайлы. Кейін міндетті түрде електен өткізілген қант ұнтағын қосамын және де
маскарпоне саламын. Маскарпоне кремге өте ерекше дәм береді және де кремнің өзінің формасын ұстап тұруы үшін қажет. Бұл вупипай тортына міндетті түрде қосылады. Осы қоспамызды миксердің баяу жылдамдығынан бастап көбейте отырып асықпай миксерлейміз. Ешқандай түйіртпек қалмауы қажет. Біздің креміміз біркелкі әдемі болып шыққанша миксерлейміз. Осымен креміміз дайын болды. Видеодағыдай өзінің формасын ұстайтын қою крем шығады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Корждар барлығы бірдей дөңгелек болып шығуы үшін жан-жағындағы артық қамырларды кесіп тастаймын. Арнайы форманың көмегімен жасаймын, немесе пышақпен кесіп алсаңыз болады. Кремді жағу үшін бізге кондитерлік мешок және де арнайы вупипайға арналған нөмірі 808 насадка қажет болады. Аузы үлкендеу, биік ыдысқа кондитерлік мешогымызды орналастырып, видеодағыдай мұқият кремімізді саламыз. Коржымызды орналастырмас бұрын астына жылжып кетпес үшін кішкене крем жағып жібереміз. Дәл ортасына коржды қойып, жайменен біздің мешогымызды ортасынан қыса отырып, кремімізді жағамыз. Видеода мұқият көрсетемін, сондықтан асықпай қарап, үйреніп алсаңыздар болады. Ортасына да міндетті түрде крем жағамыз. Ортасындағы крем мен жан-жағындағы крем бірдей көлемде болуы қажет. Яғни біреуі биік, біреуі төмен болып кетпеуі маңызды. Екінші коржымызды орналастырамыз. Үстінен жаймен қолымызбен басып шығамыз. Сол кезде біздің шариктеріміз сыртына қарай шығып, өте әдемі болады. Тек қатты баспаңыздар, жаймен басамыз. Осы кезде мұқият қарап алыңыздар. Кондитерлік мешокқа кремді салғаннан кейін жақсылап орап аламыз. Кейін қысып тұрып кремді жағамыз, яғни шариктер шығарамыз. Тортымызды толық жинап болғаннан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Содан кейін ғана бетіне ганаш құямыз. Ганашты жасау үшін бізге Қазақстан шоколады және де сливке қажет болады. Водяной баняда араластыра отырып ерітеміз. Қатты ыстық болмауы қажет. Өзіңіздің саусағыңызды батырып қараған кезде күймейтіндей болса, ганашты торттың бетіне құя беруге болады. Қасықтың немесе пышақтың көмегімен торттың жан-жағына жететіндей қылып жағып шығамыз. Тортты әркім өзінше әсемдейді. Мен қазір қыс мезгілі болғандықтан апельсин және де кивиді қолдана отырып әдеміледім. Негізінен вупипай тортына құлпынай, таңқурай секілді жидектерді қолданған өте ыңғайлы, торттың бетін одан сайын әдемілете түседі.
Менің тортым дайын. Алдымен дастарханға ұсынбас бұрын 6-7 сағатқа тоңазытқышқа қойғаныңыз жөн. Сол кезде кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Бупи-пай торты шынымен де өте ерекше дәмді торттардың бірі. Мен бұл тортты бұрыннан бері пісіремін, сондықтан менің рецептім бойынша жасап көрулеріңізді сұраймын. Егер жасап бастасаңыздар, алдымен видеоны мұқият қарап шықсаңыздар болады. Сол кезде сіздің де тортыңыз сәтті шығады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.